Құрметтім, сабағымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Самооценка тақырыбын әрі қарай терең тарқатып айтпақшымын. Өйткені бұл біз үшін өзекті, ең маңызды тақырыптардың бірі. Осы сабақтың аясында айтылуы тиіс тақырыптардың бірі. Сонымен мен өткен жолы қазіргі әлеуметтік желідегі жарыстар жайлы, гонка жайлы сіздерге айта кеткен болатынмын. Сонымен қатар қазіргі жалпы адамзаттың, әйелдердің әсіресе милары әртүрлі нәрсені ойлағанды біз қатты жақсы көреміз ғой, миымызбен. Бір нәрсені миымызға салып алып, оны крутить еткенді, соны өз-өзіміз іштей жегенді жақсы көреміз. Бұл дауыстардың барлығы түбінде самобичевание дейді, самовыгорание дейді. Яғни өз-өзіңді жеу түбінде, өзіңді құрдымға, құдыққа түсіруге, өзіңді төсекте жатқызып, тұрғызбауға алып келеді. Яғни өзіңді іштей шетінен жеп атсың өзіңді өзің. Бір дауыстармен. Мен онша емеспін, мен елден қалып қалдым, мен ақылды болмай қалдым, мен ақша таппай қалдым, мен жарыстан қалып кеттім, мен жаңағы жарқырап жүрмей қалдым, мен елдің алды болмай қалдым деген сияқты осының барлығы іштей самобичевание, самовыгораниеға алып келеді. Сіздер білесіздер, самобичевание, самовыгорание не екенін бұған дейін психологияны оқыған болатын болсаңыздар, білесіздер деп айтам. Яғни өзіңді жеп соңында төсектен тұра алмайсың. Ешкімді көргің келмейді, ешкіммен сөйлескің келмейді, ешкімдің жаңағы қонаққа да барғың келмейді, жұмысыңды да жасағың келмейді. Керісінше сен ана дауыстардан кейін, өзіңді жек көргеннен кейін, наоборот, атып тұрып, жұмыс істеп, өміріңді өзгертудің орнына, наоборот, жатып, азынан кешке шейін жұмыс істеудің орнына, басынан мен миллиард таппай қалдым, біреу миллион таппай қалдым. Яғни біздің негізгі самооценкамыздың басым бөлігі біздің материальный жағдайымызға қатты байланысты. Ақша таппай жатқанымызға байланысты туындайды. Елдің алды болмай жатқанымызға. Өйткені біздің бұл гонкаға, біз бағана мен сіздерге сабақтың бірінші, екінші бөлімінде айта кеткенімде, яғни бұл гонка деген сөз қазіргі 21 ғасырда елдің барлығы бір жаппай байлықтан, мансаптан, ақшадан, болмаса басқа да жаңағы біреу бет әлпетінен, біреу сұлулығынан жарысқа түскен сияқты. Қарап отырсаңыздар, бір қыздар, жас қыздар әсіресе стандартқа сәйкес әдемі болмай қалдым деп аласыруда. Біреу тұрмысқа шықпай қалдым деп аласыруда. Біреу байлыққа жете алмай қалдым деп аласыруда. Яғни, егер сіз өзіңізге деген махаббат орнасын десеңіз, бұл жарыстардың барлығынан өз қолыңызды көтеріп шығуға тура келеді. Все, больше я не хочу. Мен бұл жарысқа түскім келмейді. Я хочу жить как индивид. Я хочу өзімнің негізгі табиғатта Алла тағала салған бойымдағы негізгі шығармашылықты, махаббатты бойымдағы өзіме деген сүйіспеншілікті, өмірді рахаттанып здесь и сейчас сүруді тапқым келеді десеңіздер, онда жаным сол сабақты соңына шейін тыңдасаңыздар екен. Өйткені басынан қазіргі біздің коллективный мышление дейді. Жаппай халықтың мышлениясінде бір ғажайып өмірдің көрінісі бар. Ол көріністі сіздің миыңызға кім қай уақытта салып кеткені белгісіз. Яғни сіздің ойыңызша адамның бақытты өмір сүруінің стандарттары бар. Бақытты өмір сүрудің кәдімгідей сценарийі бар. Ол сценарий бойынша, яғни сіздің қалай болуыңыз керек? Сіз зәулім үйде тұруыңыз керек. Ол сценарий бойынша үйіңіз мал мүлікке толу керек. Ол сценарий бойынша сіз үлкен жетістікке жетуіңіз керек. Ол сценарий бойынша сіздің мыс-мыс ақшаңыз болу керек. Ол сценарий бойынша бәлкім сіздің сценарийіңіз басыңыздағы саяхаттауыңыз керек. Бәлкім ол сценарий бойынша жаңағы сіздің бет әлпетіңіз, например, қазіргі 21 ғасырдағы қыздардың сценарий бойынша қарасаңыздар бір-бірінен аумайды. Өйткені сценарий бойынша бәрі арық болу керек, қыздар барлығы жаңағы стандартқа сәйкес аяқтары ұзын болу керек, еріндері үлкен болу керек, көздері осылай болу керек, яғни сол 90-60-90 болу керек. Сол стандартқа, сол сценарийға сәйкес болмаған кезде, жаңағы мен айтқан біз өзімізді жек көру процесі белең алады. Яғни мен стандартқа, мен әлемде жер басып жүруге лайықты емеспін деген бәлкім ішіңізде бір дауыс
көтерілетін болады. Мен неге елдің бәрі сияқты болмай жатырмын? Мен неге елдің бәрі сияқты бақытты болмай жатырмын? Мен неге сорлап жалғыз өзім бақытсыз болып қалдым деген дауыс сіздің ішіңізден в основном жегідей жейді. Елдің бәрі бір ғажап өмір сүріп жүргендей, сіз ғана сорлап үйіңізде жатқандай, ана жарыстан қалып кеткен сияқты, тоқалдан туған сияқты, қазақша айтқанда. Тоқал деген сөзім үшін кешірім сұраймын. Елдің бәрі бір көшелерінде той болып жатқан сияқты, шарықтап жатқан сияқты, сіз ғана көшеңізде жарық сөніп қалған сияқты, сіздің ғана өміріңізде ғажайып жоқ сияқты сезімдер, осының барлығы өзіңнің ішкі әлеміңде өзіңе деген өкпеге, өзіңе деген ренішке, өзіңе деген сен неге өмірің жөндемей жатсың деп өзіңді іштей бір бетіңізден шапалақпен салып жатқан сәттерге алып келеді. Сондықтан алдымен қайталап айтамын, 3 сабақтың барысында әлі бір теманы сіздерге мыжып түсіндіріп отырмын жаным, сол барынша өзіңіздің ішіңіздегі осы дауыстардың ара жігін ажырата көрсеңіз. И каждый раз, әрдайым осы дауыс көтерілген кезде сіздің ішіңізде мен онша емеспін, мен қолымнан келмей жатыр, мен неге осылай болмай жатырмын деген кезде осы дауыстарға шындық деп иланбай. Мен жарыстан шықтым. Мен бұл ойынға енді кірмеймін. Я хочу өзіме тән ғажайып, индивидуальный, тек өзімнің жаңағы бағымдағы жемістерді алатын ғажайып өмірді хочу. Яғни бұл ойынға мен кірмеймін. Әрдайым көтеріле ма? Ана елдің баласы деген бізде қазақта түсінік бар ғой. Елдің баласы озып жатыр. Ана жақта біреу күшті машина алыпты деген кезде біздің ішімізде автомат түрде мен неге машина алмай жатырмын деген дауыс туады. Ана Жванецкий деген жалпы Ресейде мықты, сіздер білесіздер, ойшыл болған, ол кісінің керемет сөздері болған, қоғам қайраткері. Егер сенің арманың жоқ болатын болса, біреудің қолына қарасаң болды, 5 минутта арманың пайда болады деген. Өйткені біреудің қолындағы Луи Виттон сумканы көрдік па, біз сразу, әсіресе әйелдер қауымы қатты әсіре қызыл деген қазақта сөз бар ғой. Біреудің қолындағы Луи Виттон сумканы көрсек, мен неге Луи Виттон сумкам болмай жатыр, значит, я недостаточно хороша, значит, со мной не так деп, дальше өз-өзімізді іштей жегідей жей бастаймыз. Или біреу машина алса болды, как будто ол адам алып жатқан машина сізге қатысы бар сияқты, сразу бірден мен неге машина алмай жатырмын, біреу үй алды ма, сразу мен неге алмай жатырмын, біреу әдемі болды ма, арықтады ма, мен неге арықтамай жатырмын деген ішкі дауыстар өз-өзімізді жегідей жейді. Осы сабақ тыңдап отырып, сонда сіз Мақпал Қаратай, сіздің путіңіз чотта күмәнді деген ойларыңыз тууы мүмкін. Сонда біз ештеңке қажет етпей, өмірде бәріне отказ беріп, ақшасыз баз кешіп өмір сүруіміз керек па деген ой туындауы мүмкін. Жоқ, ойламаңыздар. Сіздер, наоборот, керісінше ана бүкіл коллективный мышлениядан отказ бергенде, өзіңізге қажетті жолыңыз арқылы, өзіңіздің сара, дара жолыңыз арқылы өзіңізге қажетті жемістің бәрін аласыздар. Просто коллективный мышлениеге энергияңызды, өзіңізді жек көруіңізді бермесеңіздер екен. Сондықтан қайталап айтам жаным, сол дауыстарды өзіңді жек көретін, кінәлайтын, күстаналайтын, онша емес екеніңді айтатын осы дауыстарды тыңдасаңыздар екен, естісеңіздер екен. И каждый раз ол көтерілген кезде оны это просто менің ескі программамның дауысы. Бұл шындық емес. Мен бұл ойыннан шықтым деген сөзді өздеріңізге үнемі айтып жүрсеңіздер екен.